ондай мүлдем жоқ. Тіпті просрочка жасағанның өзінде адамға 3 айға дейін жеңілдік беріледі. Пайщик қайтыс болған жағдайға тіпті мынандай жағдай бар, кооператив Рой өзінің мойнына алады да, жалғыз басты анасын ешқашан далаға баласын қалдырмаған қазақ ретінде, енді асар ғой бұл. Сондықтан біз кооператив ретінде өз мұсылманша әрекет жасап, мына жақта мүгедектерге, бірінші, екінші группадағы мүгедектерге, жалғыз басты аналарға кей кезде тегін кіргізіп, кей кезде қол үшін беріп, Рой клуб арқылы жұмысын беріп, керісінше Қазақстан бойынша осылай адал жұмысымызды атқарып жатқан кезде, мен Рой кооперативке кешіріңіз, мен артық кетсем сізге жаңағы комментариймен. Бірақ шындығында мен Рой клубпен, Рой кооперативпен бүгінде нан тауып отырмын, және мен арқылы осы бағдарлама, қазір мында отырған болар, мен шақырған 7 адамның 7-еуі де үй болды. Рой кооператив жаңағы намазхан деп жатсыз ғой, қанша процент намазхан? 100% намазхан ба, 90-80% ба? Енді намазхан деген демекші енді әртүрлі ғой. Бізде Павлодар қаласында орыстар да бар, орыс ұлттары алып жатқан, риза болып жатқан. Бұл кооператив туралы айтсаң, шындығында да 5% бар ма, шындығында да бұл не емес па деп, жалған ғой бұл деп. Енді лохотрон деп те жатады. Бірақ біз не істейміз? Біз оларға көрсетеміз, жаңғы сіз айтып жатсыз, бұл пирамида, артындағылар алады, бірақ пирамида болса, кешіріңіз, жаңағы адамды танымайды екем, жаңағы адамды танымайды екем. Көпшіліктен жиналып, мына жақта асарлатып, мысалға 18 миллион халық адам, 1 теңгеден барлығымыз бір шатқа салып, бір-бірімізге көмек жасасақ, неліктен біз бай болмаймыз, неліктен біздің экономикамыз көтерілмейді, неліктен бізде, может быть, мы бы помогали детям, которые вот страдают от болезни, мы могли бы это помогать. То же самое делает кооператив Рой. Көпшілік жиналады, 50 мың теңгеден ортаға салынады, 10 айдан кейін әр салымшы өз уақытында үйін алады. Кооператив негізі ол өте жақсы тема. Бірақ оны білмейді адамдар. Және басқа кооператив болсын, басқа пирамида болсын, Ломбард 24 дейді. Кооператив Рой мен Ломбард 24-дің не қатысы бар? Ломбард бір басқа кооператив заң жүзінде әділет министрлігінде тіркеліп жұмыс істеп жатқан адал, және Қазақстанның тәуелсіздігінде еш болмаған 1 жылдың ішінде 570-тен астам үй беру. Күнделікті біз деңгейге өстік, 3-4 квартира беріп жатырмыз, альхамдулилля. Мен салымшы ретінде және отбасымның 3 отбасымның мүшелері, тәтелерім, жезделерім Павлодар қаласынан үйлі болды. Неліктен мен бұл туралы халыққа, мына жақта 1000 адам отыр екен, неге айтпасқа? Неге Рой кооперативті осылай қорғамасқа? Осылай бірінші телеканал арналарына шығып, сіздер кешіріңіз, журналист бола тұра, сіз мына жақта тек қана бір жақты зерттеу жасадыңыз. Ал егерде кооперативке звондап, бұл шындығында рас па, жоқ па? Бізде 24 халық адам бар артымызда қарап тұрған. Олардан бір заявление, бір арыз түссінші, қандай бүлік болады? Біз қаншама халықтың, мен өзім қаншама халық шақырып отырмын. Мен өз басыма қанша жауапкершілік алып отырмын. Ертең біреуді шақырсам, маған звондайды, кооператив Рой жабылып қалды ма, басшыларың кетті ғой, 10 жылға отырғызып тастады деп, Нұр KZ, Таун Ньюс, сосын немене дейді, неше түрлі өзіміздің бір оқып, сүйіп, нетіп, сайттарымызда жүр, өзіміздің закон KZ-те жүр. За создание пирамидальной системы грозит до 10 лет лишения свободы деп. Бұған қалайша біз 20 мың халық Ройдың салымшыларымыз, қалайша біз осылай бейжай қарап отырамыз? Тікелей эфирге мен сізден жеке салымшы ретінде, кооперативтің жұмыскер ретінде емес, салымшы ретінде сұранып, халыққа шығып, осылай сізді халық көп тыңдайды екен, сізді халық оқиды екен. Басшыларымызбен шығып, әрбетте осылай анық-қанығын КТК-ға дейін шықты. Менің ана жақта апаларым, Айнакөл ауылында тұратын апаларым, басқа жақта папаларым тұрады. Енді қарт адамдар бұл Рой туралы емес па дейді, тіпті оларға да дейін жеткен. Мен қалайша ашуланбаймын, мен қалайша бұл өтірікке шыдап отыра аламын, қалайша мен бүгінде отбасыма үшін, және қаншама мен өзім
енді 400-500 адамдай шақырған болатынмын, солардың алдында мен жауаптымын ғой. Жаңағы сіз айтып отырсыз, 601 бәле адам алды, 22 мың адам кезек күтіп отыр. Мына жерде қаншама адам кооперативті жаңағындай жазып жатыр да, шыр-пыр болып. Иә. Маған да атака жасайды. Мен соның барлығын қарадым да, қорқынышты ештеңе қойыншы. Жоқ, сіз де бізді қате түсінбеңіз. Сіз тек қана бір жақты ғана зерттеп, оны екінші жағын Нұржанов Аргенге болмаса бір консультантқа жеке шығып, сізді қаншама халық адам тыңдайды. Ресми өкілдер, оларда негізі статья бар. Негізі мен оқыдым, арнайы статья бар за клевету деген. Соған біз петиция жазса, қаншама адам, 20 мың халық адам, оның 500-і жазса, қаншама ушу көтеріледі. Біздің намысымыз тапталды негізінде. Үй алып отырмыз, халықты Рой алдады. Рой үйсіз қалды, бұл пирамида. Рой жабылып қалады. Сосын жүгіндік, керек адамдарға Павлодар қаласына шықтық. Неліктен олай жасалды десе, Рой кооператив болашақта, қалай деді, болашақта преступление жасамасын деп, біз оны қазір преступление жасап қойды деп айтып отыр. То есть үкім шығармай-ақ уже атып тастады. Солай Арген Орынғалиұлы бүгін шықты эфирге, осылай айтты. Біз неге осылай намыстанбаймыз? Қаншама, мен жеке өзім жалғыз басты ана қалып қойдым. Мені үкімет жұмыссыз қалдырып отыр орамалын кигенім үшін. Ешқай жерден жұмыс таба алмай, осы уақытқа дейін пол жуып жүрген мен кооператив Ройдан үй алып отырмын, Рой клубтан нанымды тауып отырмын, мен неге ашуланбаймын? Мен сияқты қаншама 10 мың халық адам, 20 мың халық адам болса, оның 10 мыңы активный пайщик. 40 мың теңгеден үйлеріне тамақын тауып отыр. Алдағы уақытта жаңағы айтқан 3 басшы бар дедіңіз ғой, сол 3 басшымен де байланысқа шығуға тырысамыз. Мынау тексеріс нәтижесі бітсін, қалай жаңағы сайтқа счеттарымызды, по-моему, жабылып қалды деді, иә? Бізде керісінше выдачалар жүріп жатыр. Үкімет былай деді. Выдачаларыңызды жүргізе беріңіздер, кооперативке еш не жоқ. Тіркелеу ештеңе болған жоқ. Документтеріңізді понедельник күні барлығын келесі жұмадан иншаллах бізге қайтарады. Офистарымыз, иншаллах, ол енді уақыт қой, ол бізге нақты айтпайды ғой. Бірақ келесі жұмада иншаллах барлығы өз жұмысына қарқынды ілесеміз. Осы аптада біз, егерде осы аптада жаппаса, 40-50 адамға үйлерін беріп болатын едік. Қазір карантин болды, тіпті карантиннің өзінде 70 адамға үй берді. Бұл бір айда ғана. Көрдіңіз ба? Жақсы, онда Мерей ханым, қайырлы түн. Сабырлы болыңыздар, ашуларыңызды басыңыздар. Жақсы, иншаллах, жақсы, жақсы, иншаллах. Красавчик. Все, подожди, комментарий, давай читай. Номер напиши сразу свой. Карантин болды, тіпті карантиннің өзінде 70 Өтірік осы ма? бір айда ғана. Көрдіңіз ба? Жақсы, онда Мерей ханым, қайырлы түн. Сабырлы болыңыздар, ашуларыңызды басыңыздар. Жақсы, иншаллах.